Ассаламу алейкум, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге қолданба тағамының қалай жасау жолын сіздермен бірге бөлісетін боламын. Ең әуелі бізге жылы су керек болады. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге жылы су керек болады. Жылы суымызға бір шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз, ертіп. Алдымен ұнымызды дайындап, одан кейін суымызды аз-аздан құйып, бір жайым қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды мінекей илеп болдық. Енді тындырып қоямыз. Оған дейін картопымызды, пиязымызды турап аламыз. Етімізді барлығын турап дайындап аламыз. Одан кейін тынып болған қамырымызды алып, бөліктерге бөліп, лағманның қамыры бар ғой, сол сияқты қамырымызды жіңішкертіп шығамыз. Жіңішкертіп болғаннан кейін осылай қолымызбен осылай чертіп, иртпектеп осылай қолдан бағып жасайтын боламыз қамырымызды. Бұл қолданба жасау өте көп уақыт алады. Сол үшін қамырды аз-аздан илесеңіздер болады үйдің жан санына қарай. Мен сол үшін бір жайым иледім. Үйлеріңізде қаншадан бар, соған лайықты етіп жасасаңыздар болады. Қолданбамызды мінекей жасап болдық. Енді қайнап тұрған суымызға қолданбамызды салып пісіріп алатын боламыз. Өте тез піседі. 2-3 минутта пісіп кетеді. Кәдімгі лағманның қамыры сияқты тез піседі. Одан кейін суық суға салып алатын боламыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін қазанға майымызды құйып, одан кейін етімізді салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Одан кейін бетін жауып, холодильникте тұрғаннан кейін етіміздің суы шықты мінекей. Үстінен пиязымызды салып, тағы да жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін дәміне қарай қара бұрыш қосамыз, әртүрлі дәмдендіргіштер қоссаңыздар болады. Енді жақсылап араластырып, одан кейін томатный паста қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін жұмыртқа қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып, үстінен картошкамызды саламыз. Мінекей жақсылап араластырып болғаннан кейін үстінен суымызды құйып, қалыпты мөлшерде суын құйып, тұзын салып, бетін жауып, картошкамызды пісіріп алатын боламыз. Мінекей осымен дайын болды. Енді бағанағы қолданбамыздың үстіне салмасын салатын боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді тағам. Назарларыңызға көп рахмет.